Сәлем қыздар, қазір біз сіздермен осы берілген өлшемдер бойынша сызатын боламыз. Жоғары жақтан где-то бір 10 см қалдырып нүкте қоямыз және ол нүктені А деп белгілейміз. Содан А, Б деген бір бөлінген екі ширина спины қосылған ширина проймы қосылған бір бөлінген екі ширина груди қосылған 3 см. Мұндағы 3 сантиметріміз прибавка, яғни қосымша киімнің кеңдігіне берілген өлшем. Немесе мынаны АВ осы бөлік деген мынау жазылып тұрғанымыз, ол охват груди бөлінген 2 қосылған 3 сантиметр деген сөз. Яғни сонда АБ-мыз тең болады охват груди бөлінген 2 қосылған 3 сантиметр. Енді формула жазғандықтан А нүктесін мына жерден қоя қояйын. Бізде АВ дегеніміз охват грудиміз 2-ге бөлсек 43-ке 3-ті қосатын болса 45 сантиметр. Яғни А мен Б-ның былай горизонталь сызғандағы ара қашықтығы бізде 45 сантиметрді береді екен. 45 сантиметрді береді екен, ол бізде ровно мына жер. Бұл жерді В деп белгілеп алайық. Енді бізде мынандай формула бар. Мына жерге жаза берейін, көрінетін болса. Ширина груди дейді. Егер біз ширина грудиді дұрыс өлшей алмай жатсақ, немесе таба алмай жатсақ, кейбір материалдарда мынандай не береді екен. Ширина грудиді, охват грудиді 4-ге бөліп, одан 4 сантиметрді алғанға тең дейді. Яғни қарайық, 86-ны 4-ге бөлетін болсақ, бізде 20 1-де 5. 86-ны 4-ге бөлсек 21-де 5, азайтылған 4. Яғни ол бізде 17-де 5. 17-де 5 сантиметр шығып тұр. Келесі қадам, ширина грудиді жаздым. Ширина проймы. Ширина проймы ол дейді 1 бөлінген 8 охват груди азайтылған 1,5 сантиметрге тең дейді. 1 бөлінген 8 дегеніміз охват груди 86-ны 8-ге бөлсек 1, 8, 6, 0. 80, 10-да 56, 10-да 7, 10-да 75. 10-да 75 азайтылған 1-де 5. Яғни ол 9-да 25. Біздің ширина проймеміз 9-да 25-ке тең болады дейді. Ширина груди, бұл жерде ширина грудидің айтып тұрғаны бұл половина ширина груди. Половина ширина груди. Енді ширина спины. Немесе мына жерге половина ширина груди, половина ширина спины деп жасайын. Ол дегеніміз тура жаңағыдай 1 бөлінген 8 охват груди қосылған 5-те 5 сантиметр дейді. Яғни мынау бөлігіміз 10-да 75-ке тең, оған 5-те 5-ті қосатын болсақ 15, 16-да 25-ке тең болады екен. Ол бізде половина ширина спины болады. Сонда біздің неміз ширина груди жалпы 34-35 сантиметр болады екен. Ал ширина груди, ширина спины 16 болса 32-33 сантиметр болады екен. Яғни осылай дұрыс өлшенбеген кезде кей жағдайда тек охват грудидің өлшемі бойынша сызбаны сызуға болады деп осылай айтып кетіпті. Енді А нүктесінен төмен қарай глубина проймы қосылған 2 сантиметр түсеміз. Глубина проймымыз ол бізде 17-ге тең. 17-ге біз 2 қосамыз, сантиметр қосамыз. Ол бізде 19-ға тең болады. Глубина проймы қосылған 2 сантиметр деп жазып қоямын жерге, және Г нүктесін белгілейік. Осы Г нүктесінен енді мына бөлікке қарай, жаңа дұрыс түспей қапты. Енді мынау А нүктесінен төменге қарай АГ глубина проймы қосылған 2 сантиметр түсеміз. Бұл 2 сантиметр дегеніміз киімнің кішкене кеңдеу, қолының ойығында кеңдеу болу үшін қажет. Енді осы Г нүктесі деп белгіледік. Г нүктесінен мына бөлікке қарай бірінші мынау белдердің сызығын анықтап алайық. АТ деген, яғни арқа белдің арқаның белге дейінгі ара қашықтығы. Ол ДТС1 дейді. ДТС1-іміз мына жерде орындары ауысып кетіпті. ДТС1-іміз ДТС-ке қарағанда үлкендеу болады. Сондықтан мен мына жерде ДТС1, яғни 40 сантиметрді алайын. Оны қазір неде қарай көрінетін болады, не үшін ол қажет екендігі. Мына жеріміз 40 сантиметр. Бұл жеріміз талия сызығы деп аталады. Оларды анықтап белгілеп қояйын.
талия сызығы. Енді келесісі бөксе сызығы. Бөксе сызығы дегеніміз ТБ өлшемі. ТБ өлшеміміз бізде 20-ға тең, яғни талиядан бедроға дейінгі ара қашықтық 20-ға тең. Длина изделия дейді. Длина изделия бізде 58 сантиметр беріпті. 58 сантиметріміз где-то осы жер қысқа беріпті. Сондықтан мен мына нүктені бедро деп қалдырамын да, H деген нүктені белгілеймін. Яғни H дегеніміз низ, N деген нүкте. Енді осы нүктелерден горизонталь сызғы жіберемін. Мына жерде біздің бомыз бар ғой, бұдан төмен қарай не түсіреміз? Вертикаль түзу түсіреміз. Сөйтеміз, мыналардың қиылыстарын анықтайтын боламыз. Міне осылай, мынау бедро нүктесі. ТБ 20-ға тең ба? 20-ға тең. Енді біздегі жаңағы ширина грудиіміз енді осы жерде қажет болады. Г нүктесінен осы ширина спинаға 0,5 см. Біз жаңағыда жоғарыда свободаға 3 см бердік. Сонда мен артқы бөлікке 0,5 см, глубина проймаға 1,7 см, және неге алдыңғы бөлікке осыдан қалғаны қанша болады? 0,8 см берейін. Мынау екеуі 20-ға 2-де 2 болады. 2-де 2 қосылған 0,8, ол полностью осы 3 сантиметрді беріп тұр. Яғни бізге берілген свободаны біз артқы, алдыңғы және қолдың ойықтарындағы бөлікке бөліп бердік. Сонымен мына жердегі формуламыз былай болады. Ширина груди бір бөлінген 2 ширина спины қосылған 0,5 см. Ол бізде Г1 нүктесін анықтайды. Яғни бізде ширина спинеміз бір бөлінген 2 итаки мынау половина болғандықтан біз осыған 0,5 сантиметрді қосып аламыз. Яғни 16-да 75. Так, 16-да 75. Ол не жер? 16-да 75. Бұл нүктеміз Г1 деп анықтаймыз. Келесі ширина проймы. Так, Г1, Г2. Г1, Г2. Ол дегеніміз ширина проймы қосылған 0,7 қосымшасы. 0,7. Бізде ширина проймымыз 9-да 25. Яғни жоқтап почти 10 деп ала салсақ болады. Яғни 10 сантиметр. Ширина проймымыз 10 сантиметр. Келесі бөлік бізде Г2, Г3 дейді. Г2, Г3-міз ол бір бөлінген 2 ширина груди. Яғни мына жердегі половина ширина груди дегеніміз это есть бір бөлінген 2 ширина груди, это есть половина ширина груди. Сондықтан осы жердегі 17-те 5-ке 0,8-ді қосып 17, 18, 19-дағы 3. 19-да 3 мына жеріміз почти сол 19 шығып тұр. Яғни 19-дағы 3 мынау миллиметровый лента дұрыс келген кезде үлкен сантиметрмен жұмыс жасағанда мына жердегі қалған отрезок, расстояние мынау формулаға тең болады 0,8-ге. Сондықтан осы 1, 2, 3 формулаларды осыларды қолдану арқылы сыздық. Енді жоғары қарай, Г1-ден жоғары қарай сызық жүргіземіз. Сызық жүргіземіз. Енді келесі қадам А-дан А1-ге дейінгі ара қашықтық. А-дан А1-ге дейінгі ара қашықтық. А1 тең болады 1 бөлінген 6 охват шеи қосылған 1 сантиметр. Бұл кісіде охват шея 36-ға тең, 6-ға бөлсек 6, яғни 7 сантиметр. 7 сантиметр А-дан А нүктесінен былай қарай жүреміз. Бұл нүктені А1 деп белгілейміз. Енді жаңағы ДТС мынау екеуінің орнына ауысып кетті дедім ғой. ДТС 2-мізді ол бізде 42-ге тең. Осы талия нүктесінен осы қалай былай параллель аламыз да, мынаған былай параллель алғанда 42-ні ұстай тұрып мына жерде глубина проймы қосылған 2 сантиметр дегенді ескереміз. Осы жерде 42 сантиметр. Так, 42-міз тура мына жер екен. Яғни жоғары қарай 2 сантиметр шығады. Сөйтеміз да осы нүктені былай плавно қосып шығамыз. Енді көбісінің айтатын сұрағы, түсінбейтін жері, қыздардың мен линейкам айбетпеніз, пластилин жабыстырып тастапты. Бұл менің масштаб линейкам. Енді мынау высота высота плеча косая дейді. Яғни артқы бөліктің несі, қиғаш несі
иықтың қиғаш радиусы деймін, солай дейді. Ол былай анықталады. Ол бізде 41 болса, мына т нүктесіне прям 41 қосылған 0,5 см аламыз. Яғни ВПК қосылған 0,5 см, яғни 41,5. Ал мына иыққа длина плеча қосылған 2 сантиметрді аламыз. 2 сантиметрді аламыз. Бұл 2 сантиметр анау қолды отырғызғанға қажет болады. Егер де қолды отырғызғанда артық жерлерін кесіп тастаймыз. На всякий случай деп алып отырмын. Сонда бізде длина плечамыз 12-ге тең. Длина плечамыз сонымен 12 қосылған 2 14 болады. Мына жерден 14 сантиметріміз мынау менің миллиметровый лентамен сәйкес келу керек. 14. Так, 14 сәйкес келіп тұр. 14-ті ұстаймын. Мына жерден ровно 1-ге қоямын. Мынау нүктені. Мына жерден 14 ұстаймын. Мына 14-ші ұзындық. Енді мына жақтан 41-де 5-ті ұстаймын. Себебі мынау 0,5-ті қостым ғой. Мына т нүктесіне 41-де 5-ті қоямын. Сөйтемін да. Ол былай болады. Былай 14. Сонда мына екі линейканы былай ұстайсыз ғой. Ұстағанда 41-де 5. Мына жақтан 14. Немесе бірінші мынаны қойып аласыз да. Содан кейін барып, 41-де 5-ті қоясыз. 41-де 5 міне. Тура осы нүкте. Енді линейканы жоғары жылжытамыз. 14 пен 1-дің қиылысы. Тура осы нүкте. Жылжып кетті ма? Жылжып кетті кішкене. Тура міне осы нүкте. Ол бізде нені береді? Иықтың наклон плеча дейді ғой. Иықтың мысалы қиғаштығын береді. Міне осылай анықтап алдық. Мына жердегі мынау расстояниеміз ВПК қосылған 0,5. Мынауымыз длина плеча қосылған 2. Егер де длина плечаға 2 см қоспайтын болса, онда мынау тек қана 12 болады да. Мына 12 болады да, мына жерге келеді. 12. Мына жерде ол 41-де 5. Примерно осы расстояние болады. Яғни кофтаны сразу қосымша анау жеңді отырғызудың қажеті жоқ болса, мына нүктені аламыз. Егер де қосымшамен болса, мына нүктені аламыз. Мен жарайды мынау 2 см қосылмаған нүктесін алайын. Қосылмаған нүктесін алып, ары қарай жаза берейін. Енді мына жердегі нүктелерді Г-сын мына жер Г3 деді қоя. Г3, мына жер Т1, мына жер Б1. Бөксенің сызығы. Енді Т1 нүктесінен жоғары қарай длина талии полочки, яғни ДТП нүктесін несіне қалдырамыз. ДТП-ға 0,5 см. ДТП қосылған 0,5 см. Яғни осы ара қашықтық. ДТП-мыз бізде 41-де 5 болады. Онда 41-де 5 міне ол мына жерде. Егер өлшемдер дұрыс алынған болса, сызба дұрыс шығады және отыруы да дұрыс болады. Енді В нүктесінен төменге қарай мына формула бойынша ахват ши АА1 бөлінген 6 ахват ши қосылған 1 см, яғни 7 см. Осы нүктеден бірінші былай сызып аламыз. Нүктені былай сызып аламыз. Содан төменге қарай 7 см қалдырамыз. Және былай қарай анау тура кішкентай баланың сызбасын сызған сияқты. Былай қарай 7 см. Сөйтеміз да осындай қалай дөңгелек деп те айтпайды, круг дейді ғой. Соның 4/1 бөлігі шығады. Енді келесі қадам, былай қарай 4 см жүреміз. Ол мына жердегі выточканы шығаруға да тура келеді. Шығару үшін қажет болады. Былай қарай 4 см жүреміз. Содан кейін төменге қарай 1 см түсеміз. Сөйтіп бұл нүктені 1 деп белгілейік, атын нүктесіне. И осылай сызамыз. Енді бұл жерде бізде высота груди, келесі қадам бізге высота груди өлшемі қажет болады. Высота груди бізде 27-ге тең екен. Яғни осы нүктеден жаңағы линейканы қайда? Высота груди және центр груди деген өлшем бар бізде. Центр груди 18-ші өлшем. Центр грудиміз 18-ге тең болса, оның жартысы 9-ға. Енді қарап тұрыңыздар. Былай қарай 9 см, былай қарай 27 см болатын нүктені белгілейміз. Тура жаңағы иықтың қиылысы сияқты. Былай қарай 9. Так, былай болса, былай қарай 9 см, былай қарай 27 см болатындай нүкте. Так, 9 см міне. 9 мына жерде тұр, 27 міне тұр. Демек міне мынау нүкте, центр грудиміз осы жерде екен. Осы нүкте біздің центр грудиміз болады. Тағы айтам, мына жоғары жақтан 27 см, яғни жоғарыдан кеуденің ұшына дейінгі ара қашықтығымыз, мына жақтан соның жартысы. Себебі мынау жарты бөлік қой, сондықтан ол жарты бөлік. Былай жазып қояйық, мына расстояние высота груди. Так, мына жер высота груди расстояниесі, мына жері центр груди бөлінген 2-ге тең. Енді келесі бір маңызды қадам.
маңызды қадам. Оны неден кітаптан қарап айтатын боламын. Анау бізде жаңа ширина груди деп айттық қой. Ширина груди ол біздегі мына жердегі өлшем, иә. Ширина груди осы өлшем. Ал ширина груди 1 дегеніміз ол мына жердегі өлшем. Яғни кеуденің тура ортасынан өтеді да. Сол мынау екі қолдың басталған жеріне дейін. Яғни бізге анау кеуденің грудьтің андай несін қандай үлкендігін кішілігін анықтау керек қой. Выточканы шығару үшін сол үшін қажет болады. Осы екі өлшемді алып, оның ара қашықтығы былай болады. Короче, қолыңызға неге резинка аласыз да, тонкий линейка резинка аласыз да, оны мына жерге не қылып қоясыз, кигізіп қоясыз, прям қолыңызға до конца тақап кигізіп қоясыз да, и мысленно сантиметровый лентаны грудьтан өткізіп қоясыз, и линейканы аласыз да, сол расстояниені өлшейсіз. Осы расстояниені өлшейсіз. Осы расстояние қанша болса, сол G болады. Және қазір екінші өлшем G1 деген керек болады. G1 дегеніміз ол бізде G-міз жаңа белгілі болды. Сол жаңағы екі ненің ара қашықтығы, ширина груди мен ширина ШГ1 мен ШГ2-нің ара қашықтығы. Ал G1 дегеніміз ол ширина груди минус ширина груди 1 бөлінген 2-ге тең. Біздің жағдайымызда бұл кісіде ширина груди 1 бізде өлшей алмаймыз, ол бізде дистанционный болғандықтан мен оны қазір өзім есептеп шығаруға тырысамын, потом сіздерге қалай есептегенін көрсетемін. Жаңа бізде ширина грудиіміз половинасы 17,5 болды, иә, 17,5. Демек ширина грудиіміздің өзі бізде 35 сантиметрді құрайды екен. Ал несі ширина груди, именно кеудеден өтетіндігін мен мысалы 41 сантиметр деп алайын. Бізде охват груди 86 болса, 86 азайтылған где-то мысленно алып отырмын да, мен бұны 86-дан 9-ды алып тастасам, 86 деген охват груди, 9 2-ге өтсең 20, 70, 35, 40, давайте 40 деп алып көрейік. Бұл кісінің кеудесі кірмеші болғандықтан солай болады шығар деп ойлап тұрмын мысленно да. Егер де не адам өзі қасымда болса, соны өлшеп айтушы едім. Енді олай болса бізде ширина грудиіміз мына формула бойынша 35, яғни 40, орындар ауыса берсін, азайтылған 35 бөлінген 2, ол бізде 2,5-ге тең. Мынау ненің арасын G нүктесі бар, жаңағы G-ді мен мысленно 9 деп алайын. Сонда мен мынау нүктеден, центр грудидағы нүктеден жоғарыға қарай 9 сантиметр жүремін да, тура сол нүктеден былай перпендикулярно, яғни түзу 2,5 сантиметр жүремін. 2,5 сантиметр жүремін де, осы нүктеден бастап немен қиылысатын. Осы жаңағы расстояние 2,5 ғой. Осы нүктеден өтетін ұзындық 27-ге тең болатын мынандай не сызам. Қалай айтсам болады? Түзу сызам. Енді мына жеріміз 4 сантиметр болды. Демек длина плечадан біз мына жерден 4 сантиметр алып тастауымыз керек. Яғни менде длина плечам 12 болса, 12-ден 4 алатын болсам, 8 сантиметр мына жерде тағы қалды. 8 сантиметр қалды. Бұл 8 сантиметрді қалай істейміз? Енді алдыңғы ВП-капы 42-ге тең деген менде өлшем бар. 42-ге тең. Ол 42 примерно, мына 42-ні ұстап, мынау тыға ұстаймыз. Сөйтеміз де былай қиғаш жүргіземіз. Және оның расстояниясы 8 сантиметр болу керек. Мына жерден екінші масштаб линейканы ұстаймыз да. Ол примерно 8 сантиметр. Мына жерде ВП-капы қосылған 42 қосылған 0,5. 42 қосылған 0,5. 42,5. Ол именно расстояние, мынау негізі сызылмайтын нүкте көріну үшін осылай жазып қойдым. Қосылған 0,5. Мына жерде длина плечи азайтылған 4. Міне осылай иықтың несі шықты. Иықтың выточка шықты, иық шықты. Енді келесі қадам, мынау ара қашықтықты. Мына жердегі мына мен мынаның ара қашықтығын бізде қанша, бізде 19 сантиметр ба, 2-ге бөлеміз, 9-да 5. И мынау біз мына нүкте деп келісіп алдық, иә. Енді мына жерден 2 сантиметр не шығарамыз. Қалай айтсам болады? Бисектриса шығарамыз да. Мына мен және мына Г1 мен Г2-нің ортасын қосып, ортасы бізде 9,5 сантиметр, 475. Тура осы Г4 деп алайық. Мына жерден сол нүктелерді қосамыз, яғни мынаны қосамыз ортасын, мынаны және Г4-ті қосамыз. Енді бізде
мынау расстояние. Мынау расстоянияны мына мен мынаның арасын 4-ке бөлеміз. 19, 9-да 5, 4-те 75, 4-те 75 ол мына жер, және мына жер тағы 4-те 75. Енді осы именно үшінші, мынау бірінші, екінші, мынау үшінші отрезоктан сыртқа қарай 2 см шығамыз. 2 см шығамыз да, осы 2 см шыққан нүктемен мынау екінші нүктені, мына жерде биссектриса бар, екінші нүкте деппін ғой. Осында 2 сантиметрге тең болатын нүктені қосамыз деген Г4-ті. Ол міне былай болады. Осылай, осылай, осылай. Сонда бізде қолдың ойығы шықты. Міне осылай оформить етеміз. Все, самый главныйлары артта қалды. Енді Г4-тен төменге қарай осындай түзу түсіреміз. Енді выточкаларды есептейміз. Выточкаларды есептеген кезде мен бір қағаз алып алайын. Немесе мына жаққа жазайын. Выточкаларды есептеген кезде, мысалы бізде охват груди 86-ға тең, охват груди 86-ға тең, охват талии 75-ге тең. Охват грудидан охват талийді алып тастаймыз. Ол бізде 86-да алған 75, ол бізде 11 сантиметр. Енді осы 11 сантиметрді біз мына белге, именно талия сызығына, мына жерге бір жарымнан, так, мынау бүкіл 11 сантиметр дегеніміз, ол бүкіл туловищенің дейді ғой, дененің айналасындағы не, выточкалардың жиынтығы. Бізде мынау жарты бет болғандықтан, мынау сызбамыз, біз оның жартысын аламыз, яғни так, 5-те 5 сантиметр аламыз. Енді осы 5-те 5 сантиметрді бөліп шығамыз. Мына жерге міндетті түрде бір жарымнан жібереміз. Выточка 1,5 сантиметрден жазып қоян, 1,5 сантиметр. Енді мына центр грудидан 1-2 сантиметр түсіріп, мынандай сызық сызамыз. Ол центр грудидің алдындағы, астындағы выточка. 1,5-1,5-нан бізде уже 3 сантиметр кетті. Енді бізде қалатыны 3, 1,5, 2,5 сантиметр. 2,5 сантиметр мен оны мына жерге жібергім келіп тұр. 1 сантиметрден ненің астына, грудь, яғни кеуденің астына жіберіп тұрмын. 1 және 1 сантиметр. Былай қарағанда қиын болуы мүмкін, істей бергенде адам қолды үйренеді. Енді тағы мына жерде 1,5, 3, 1, так, 5 сантиметр, енді тек жарты сантиметр қалды менде. Жарты сантиметрді мен мына жерге арқаға жібергім келіп тұр. Арқада болғанда 2 сантиметр төменге түсіп, прям былай денеге жабысып тұратындай көйлек салған кезде осылай. Негізі бұны 0,5 сантиметр салмаса да болады, немесе оны мына жерден мына ара қашықтықты, осы ара қашықтықты 2-ге бөліп, 22 сантиметр, 11 сантиметр, мына жерден де салса болады. Бірақ бізде 0,5 сантиметр не туда не сюда болғандықтан мен мұнда выточка салмай тұрмын. Бұл негізі осы жерден, яғни именно Г мен Г4-тің ортасын 2-ге бөлу арқылы салынатын выточка. Келесі бөксе. Бізде бөксеміз охват бедер 90, охват груди 86. Енді 90-нан наоборот азайтамыз 86-на. Охват груди, охват бедро азайтылған охват груди. Бөлеміз 2-ге. Себебі жарты бөлек қой бізде. 4 сантиметр болады, 4-ті 2-ге бөлетін болсақ, 2 сантиметр болады. Сонда біздің бөксеміз де қана былай 2 сантиметрге шығамыз екен. 2 сантиметр деген так, былай бір клетка болып тұр ма, бір клетка. Онда 2 сантиметр деген ма. Енді сонда қарап тұрсаңыздар, мынау артқа бөліп, алдыңға бөліп, артқа бөліп, мынау қиған кезде мынаны қиып алдыңыз ғой. Мына жері, осы жері спорный болып қалады. Спорный болғанда бұл жерде басқа қағаздан қиып тапсыра салып керек. Міне мынау, мына жері полностью алдыңғы бөлік. Мынау барлығы алдыңғы бөлік. Міне осылай неміз дайын болды, сызбамыз дайын болды. Оны жалпы былай көрсеткенде осындай сызба. Былай қарағанда қиын сияқты, бірақ уақыт өте келе істей беріп, көзіңізде үйренеді, қолыңызда үйренеді. Высота груди түсініксіз болса, оны мысленно осылай примерно кеудесі үлкендеу болса 3,5, 4 аласыз, кеудесі кішкентай болса 2,5, 2 сондай сантиметр аласыз на выточканы. G1-ді. Солай өлшеп кете берсеңіз болады. Высота среднем 9-8 сантиметр. Ана көп жұмыс жасаған адам бұған қолы да көзі де үйренеді. Көзімен былай қарап уже не екенін сезіп тұрады.